Нөмірі 22 Нұрай балабақшасын қайта жаңғыртуға бюджеттен 180 миллионға жуық қаражат бөлінді. Жаңа балабақша бұрынғы психоневрологиялық диспансерде орналасатын болады. Дәрігерлер 3 жыл бұрын ғимаратты босатып, оны қаланың балансына ауыстырған болатын. Кішкентайларға орын жетіспей жатқан уақытта жаңа балабақшаның қолданысқа берілуін тағдырдың сыйы десек те артық болмас. Нөмір 22 Нұрай балабақшасын біз ашуға дайындық үстіндеміз қазіргі кезде. Былтырғы жылы ол облыстық психоневрологиялық диспансер ғимараты болған, бұрынғы балабақша ғимараты ғой негізі. Содан қалалық бюджетке өткізілген екен ол ғимарат. Сол себепті былтырғы жылы ол қайтадан балабақша қайта құру үшін жөндеу жұмыстарына біз жаңағы жобалық сметалық құжаттар дайындадық. Биылғы жылы конкурс жариялап, конкурстың қорытындысы бойынша мысалы біз 253 миллионға конкурс жариялағанбыз, қазір 179 миллионға ол жерде ұтып алған мердігер компания өзінің жұмыстарын бүгінгі күні аяқтады. Жаңа балабақша толықтай соңғы үлгідегі жабдықтармен жабдықталатын болады. Келесі жылдың қаңтар айында балаларға арналған жаңа балабақша есігін айқара ашады. Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары аяқталып, қажетті құрал жабдықтар жиһаз сатып алынуда. Қазіргі кезде балабақша толық дайын тұр. Оның ішіне жылу жүйесі де өткізілген, су құбыры да өткізілген. Ал қазіргі кезде оның ашылуына бөгет болып тұрған дүние тек қана ашылуына байланысты кейбір процедуралар, регламенттер бар, өзіндік бір өлшемдер бар. Мысалы кезде оны біз заңды тұлға ретінде ашу үшін бірінші жекеменшіктік және мемлекеттік серіктестік ортасына қарастыруымыз керек. Одан кейін антимонополиялық комитетте қарастыруымыз керек. Оның өзінің уақыттары бар. Уақыттар біткеннен кейін мен ойлаймыз, енді таяу арада ол балабақша іске кіріседі деп. Қазіргі кезде балабақшада балабақшаны ашуға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында балабақшалардың 82% жабылды. Мектепке дейінгі білім алатын балалардың саны 10,6%-ға дейін төмендеді. Кейіннен мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша балабақшалардың құрылысы мен қалпына келтірілуі қамтамасыз етілді. Нәтижесінде балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 8 есеге өсті. 27 жылдан астам уақыт бойы республикада 500-ден астам балабақша салынды. Ол бүгінгі таңда шағын қазақстандықтардың басым бөлігін мектепке дейінгі біліммен қамтуға мүмкіндік береді. Жергілікті билік келесі жылы мектепке дейінгі балалар арасындағы сұранысты 100%-ға қамтитынына сенімді.